Бәріңе сәлем. Бүгін біз «Во все тяжкие» сериалының екінші сезонын көреміз. Әрине, егер сіздер бірінші сезонды көрмеген болсаңыздар, каналда жарты сағаттан тұратын видео бар. Алғаш соны көргендеріңіз дұрыс, ато қазір дым түсінбей отырасың. Мына сезон енді прям имба. Қызықтың көбі осы маусымда болады. Ендеше жетін бірдеңе алып, дұрыстап жайғасып отырып ал да, алдағы 1 сағат уақытыңды Уолтер Уайт пен Джесси Пинкманға арна. Олай болса мен бастайын. Кстати, лайк пен подписка деген батырмалар бар төменде. Каналдың ары қарай да дамуы үшін соларды бассаң жеткілікті. Өтініш. Бірінші серия. Бізге какой-то черно-белый фонды көрсетуде, и полицияның сиренасы естілуде. Сосын кадр, мына өртеніп жатқан ойыншыққа ауысады. Бірінші маусымның соңына оралайық. Жігіттер Тукоға товарды сатты, и ол ана қышынған қол астындағы мужикті ұрып тастайды. Барлығы жақсы онда деп та ойласып, Уолт көлікте әлі қанша доллар керек екенін есептейді. 737 тысяч. 737 тысяч. Вот сколько мне нужно. Это всего 10 или 11 сделок. Олар енді қайтқалы жатқанда, алдарынан Туко шығып, ана мужикті көліктен шығарады. Чё с тобой? Удар не держишь? Сделай что-нибудь, ты же умный, да? Уолт оған никак көмектесе алмайды, и анау өліп қалды. Солай қасындағы Гонзо деген мужикқа телодан құтылуын айтады да, Уолт пен Джесси кетіп қалады. Скайлер өзінің ісімен айналысып жүр, и бір дауысты естиді. Уолт екен. Ол әйелін құшақтап, и артынша екеуі чик-чик. Қол апайсыз бәле Скайлерді қатты itергені сонша, анау холодильникке бетін тастап кетті. Уолт аулаға шығып, стульчикте демалып отыр. Артынан Скайлер келіп, сен вообще қуасың ба, бүкіл ашуыңды менен алуды қойшы дейді. Осы уақытта Уолтер Джуниор келіп, кухнядағы бардакты байқайды. Пинкман кафеде отыр. Сол сәтте оған бір мужик келіп, пистек ұстатып кетеді. Ал Пинк оған ақша. Біздің екеуі дальше не істейтіндерін ойланады. Ана Туко деген бізді өлтіргісі келеді деп паника болып жүр. Джессидің көті түскені бүгін көшеде қара Кадиллак көрген екен. Уолтер оны сабырға шақырып жатса, Пинк, анау Туко деген конченый, егер оны өлтірмесек, ол бізді өлтіреді деп ұсыныс тастайды. Либо он, либо мы, понимаешь? Либо он, либо мы! Атамызға бұл ұнамайды, себебі Туконың артында қанша адам тұрғанын білмейміз. Еще план біз ойлағандай болмай қалуы да мүмкін. И сосын пистикте қанша патрон барын сұрайды. Джесси барабанды ашуға тырысқанымен түкте шықпайды. Мари Скайлерге хабарласып, отбасымен бірге ресторанға баруға шақырады. И сол сәтте Хэнк келіп, Скайлер не взяла трубку? Хэнк әйелінің артынан сыртқа шығады да, сағат 8-де психологқа сеансы барын есіне салады. Мари болса тек бүгін емес деп жауап берді. Бір кезде пультпен жүретін құттай машинка Маридің көлігіне соғылады. Артынша Мари көлікте отырып, ана ойыншықты әдейі сындырып кетеді. Хэнк ана балаға машинаның теңгесін бермеске амалы қалмады. Сосын Хэнкті участикке шақырып, Гомес оған камера жазбаларын көрсетті. Екі мужик есікті бұзып, метиламиннің бір бочкасын періп кеткен. Әрине бұл біздің екеуі екенін Хэнк білмейді. Попробуйте катить, дебилы. Это же бочка. По-моему, они шарят в химии. Но как грабители они, блин. Кешке Уолт үйіне келсе, Туконың машинасын байқайды. И машина сразу кетіп қалды. Таңертең Скайлер ұйқысынан оянса, Уолт жоқ. Сөйтсек анауың терезеге қарап үй күзетіп отыр екен. Скайлер келіп одан: Уолт, ты что тут всю ночь провел? Уолт просто түнімен ішім өткені бар емес пе? Сені оятып алмау үшін осында түнедім дей салды. Сосын Джессидікіне барып, не болғанын айтып берді. И Пинкман екінші пистик алмасақ болмайды дейді. Уолт ойланып, оны өлтірудің басқа амалын тапқанын айтады. Слава богу. Чего вы там придумали, мистер Уайт? Выкладывайте. Уолт мына дәндерді көрсетті. Вырастим из них волшебный стебелек, да? Заберемся и съебемся. Олар ана дәндерден ретсин деген өте қауіпті уды алады екен. А также его сложно обнаружить при вскрытии. Скайлер бұл уақытта какой-то мужикпен түскен ескі альбомдарын қарап отыр. И Хэнк есікті қағып, Маримен татуласуын өтінеді. Скай оған Маримен бірге пошол дейді де, өзінің проблемасын айтып жылап алады. Уолт пен Пинк уды дайындады. Енді оны Тукоға қалай ұсынуды ойластыру керек. Осы сәтте Хэнк звондап, Скайлерді ашуландырып алғаны үшін кешірім сұрайды. И қазір мен заданиеде жүрмін, қараш мынаны деп қылмыс алаңын Уолтқа жібереді. Фотодан Уолт пен Джесси мынау Гонзоның мәйіті екенін танып қойды. Уолт резко пистикті алып, Пинкке басың ауған жаққа қаш деп өзі үйіне кетеді. Үйде Уолт ешкімді байқамады. И вдруг ваннадан дыбыстар шығып, есікті ашса, бұл Скайлер екен. Уолтер Джуниор жайлы бір-екі сөз айтып, атамыз ақшасын жинауға кіріседі. Ақша пистик бәрін коробкаға салып, қайта әйеліне кетті. Хэнк мына мужиктің Туко бандасында болғанын түсінеді. И жақындап келіп қараса, вообще бұның өлімі случайно болған екен. Мәйітті шығарам деп қолын машина қыспаған.
анау көп қан жоғалтудан қаза тауыпты. Эй, сфоткайте меня с ним, ладно? С громилой, ага, смотри, чтоб в кадр влез. Уолт пен Скайлер әңгімелесіп отырып, оған біреу телефон шалады. Уолт өшіріп тастап еді, сырттан бір жарықты байқайды. Терезеден қараса, Джесси екен. Уолт нағып жүрсің мұнда дей беріп еді, көліктің артынан Туко пистикпен шығып, Уолтқа көлікке отыр дейді. Поехали. Екінші серия, какой-то біртүрлі виттер бізге Пинктің секіріп тұрған тачкасын көрсетеді. Көлікте үші оқтың орындары бар. Хэнк спецгруппа Туконы ұстауға тырысқан, бірақ анау қашып кетіпті. Енді қайта іздеу керектігін айтады. Пусть у вас люто бешено встанет от мысли о поимке этого куска дерьма. Сосын Уолттың жоғалып кеткенін біледі. Хэнк Уолттікіне барып, көлігін үйде тексереді де ішке кіреді. Іште әйелі мен Уолт Джуниор детективке жағдайды баяндап отыр. Қаладағы барлық больницалар, моргтар, полиция учаскелеріне барып көрдік, еш жерде жоқ екенін де айтады. Сонымен қатар, жоғалмастан алдын оған біреу хабарласқанын да ескертеді. Всенда жақсы деп, Хэнк пен детектив сыртқа шығады да, анау Уолттың телефон связьдарын тексердік, бірақ тым звонок келмеген дейді. Второй телефон. Ага, наверное. Туко жігіттердің телефондарын сындырып лақтырып тастайды. Сосын багажды ашса, біздің екеуі жатыр екен. Уолтты көтеріп шығарса, Пинк кішкене қарсыласады. Туко болса ананы лақтырып үйге жібереді. Отбасы осы уақытта Уолттың фотосын таратып жүр. Уайт пен Пинкман үйдің ішінде отыр. Қасында парализованный шал. Туко оларға су беріп, қалталарын тексереді. Документтерінен Хайзенбергтің шын кім, отбасы бар екенін анықтайды. Тебе можно доверять? Да. Сосын өзін полиция іздеп жүргенін, Гонзодан басқа балдардың бәрін ұстап алғанын айтады. Соңында, мен Гонзо сатып берді деген шешімге келді. Он пошел и настучал на меня копом. Жирный, сучившийся уёбок! Туко сәл-пәл ашуын басып, шегіп алуды жөн көреді. Уолттың қалтасынан анау улы метті табады. Сыртынан ескеп, мұнау чоза фигня десе, Джесси, бұл біздің жаңа өнім, бөля пиздес бастан тебет көршіш дейді. Бірақ ол оны жерге қойып, өзінің планымен бөлседі. Кәз машина келеді, біз Мексикаға аттанып ақша жасаймыз. Уолт қума мен отбасым бар деп сразу бас тартады. Джесси де ешқайда бармайтынын айтады. Пинк солай ана метті Тукоға қоймай ұсынады. Бір тартасың, біраз күн әдем жүресің, анау-мынау, составында бір секретный ингредиент бар дейді. Порошок чили. Туко метті тастап, порошок чилиді жек көретінін айтады. Артынша обычный метті бір тартып, Пинкті өлтірмекші болады. Бірақ оған Уолт тұрып беріп, мұнау менің напарнигім, оны өлтіруге болмайды дейді. Туко хорошо деп, алайда қазір менің балдарым келеді. Если Пинкке орын жетпей қалса, ренжімесін, осында тастап кетеміз. Әрине өлі күйінде. Уолтер Джуниор досымен бірге вокзал жаққа қағаз жапсыруға кетейін десе, Скай оған бөгет болады. Алайда Мари Джуниорды қолдап, ол вокзал жаққа аттанады. Мари екінші телефон жайлы әңгіме бастайды. Скай Хэнктен чоза телефон десе, мужик бәрін айтып берді. Солай барлығы оқиға осындай болдау деген түрлі варианттар ұсынады. Миға сиятын деген варик, Уолт прям нарик болып, біреумен келіспей қалғанда жасырынуға мәжбүр болған шығар. Хэнк сол адамды іздеуге кетті. Джессидің үйіне барып, мамасын кездестіріп қалады. Одан жігіт әлі сол өзінің көлігімен жүргенін біліп, напарнигіне машинаның местоположениесін анықтауды тапсырды. Туко жетім бірдеңе дайындауда. Порошок чили. Я уже говорил, насколько это было по-идиотски. Джесси, мынаның бәрі сенің кесірің, пистикті өзімен бірге алып жүргенде деп Уолтқа өкпелеп жатыр. Бір кезде телевизордан Гонзоның денесі табылғаны туралы жаңалық шықты. Уолт сразу басқа каналға ауыстырып жібереді, ал шалға похуй. Джесси Уолтқа Тукоға жабылайық, басқа вариант жоқ дейді. Вам и так осталось хуй да маленько. Осы кезде біздің киллер Туконы улуға кірседі. Пакетті алған бойда оларды тамаққа шақырады. Уолт Пинкпен столға отырады да, пока Туко ана шалды әкелем дегенше, тамағына улы метті салып тастайды. Бірақ шал бұны байқап қалды. Туко енді тістей бергенде, терезеден бір сиырды көріп, тер ойнағысы келіп кетті. Ойнап жатқанда шал звонок басып, Туконы алаңдатуға тырысады. Чё, они тебе не нравятся, да? Шал бір звонокпен иә деп жауап беріп, Туко ашуға мінеді. Олар барынша ақталып жатыр, типа телекті басқа каналға ауыстырғанымыз үшін жақтырмай тұрған шығар деген секілді. Но ана шал звоногымен олай еместігін Тукоға түсіндіреді. Анауың солай прям қатты ашуланып, Джессиді далаға лақтырады да басына ствол тақайды. Уолт сол сәтте, все, не болғанын айтам дейді. Туко байқамай тұрған кезде Джесси тас алған болатын. Уолттың айтқаны, біз сені улағамыз келді, себебі сен...
Дегенеративный кусок мерзости. Джесси таспен аңып етіп, екеуі қырылады. Уолттың қолына винтовка ілініп, анауың дәлдей алмай әлек. Джесси солай бәрін өз қолына алды. Стволды алып, Туконы атады да, екеуі денесін сол жерге тастап, қашып кетеді. Бір кезде машина келе жатыр. Туконың браттар шығарды бөліп тұрғанда, бұл Хэнк екен. Машинадан шықса, Туко екеуі атса кетеді. И УБН Нариктің басына қадап тастады. Ал Уолт пен Джесси Хэнкті көріп, қашып кетті. Үшінші серия. Уолт пен Джесси стволды көміп, жолға шығады. Жолдан көлік тоқтатып, Уолт сразу мініп алды. Ал Джесси... Это смелый план, мистер Уайт. Уверена, что прокатит. Уолтер ана машинамен кетеді де, сосын келесі кадрда ол голый магазиннің ішінде тұр. И солай больницаға түседі. Қасында Скай мен баласы отыр. Уолтер типа не болған білмейді. Скай Маримен бұл жай бойынша сөйлеседі. Мари сөзінің арасына Хэнкті допросқа алып кеткенін қыстырады. Хэнктен допроста не істеп жүргенін, не болғанын сұрайды. Анау типа семейный мәселелермен барғанмын дейді. Джессидің үйіне полициялар келді. Себебі оның машинасы Туконың үйінде тұр еді. Ол барсукпен бірге подвалға тығылады. Да ты Вилли Вонка! Ты Вилли Вонка, а я надыбал золотой билет. Кеткеннен соң лапканы фургонға тиеп, артынан барсуктың братанына ақшасын беріп, ол машинаны алып кетті. Жігіттер бұл косяктан қалай шығуға болатынының планын ойластырады. Я дам тебе типа пару часов, а потом позвоню с телефона автомата. Врач Уолтты тексеруде, есінде примерно не барын сұрайды. Уолт өтірік бірдеңелер құрастырып беріп жүреді. Сосын анализдердің қорытындысы да келіп, дымда таппағандарын айтады. Уолтер, может, ана таблеткалардан шығар дейді. Құрамада түсініксіз анау-мынау деп, соңында больницадан қашан шығарады деп сұрайды. Врачы тағы да анализ тапсырып, экспертизадан соң деп жауап берді. УБН отельді қоршап, Джесси мен персіп жүрген қызын допросқа алып кетті. Руки покажи! Быстро на живот! Допрос кезінде Хэнк Джессиден соңғы 3 күнде қайда болғанын сұрады. Анау өзің көргендей отельде ана қызбен болдым дейді. Әңгіме Пинкманның машинесіне келіп тіреледі. Джесси типа оны біреу ұрлап кетті дегенге келтіреді. Хэнк, біз оны таптық дейді. Зашибенс, УБН вообще рулит! Да! Хэнк Джессиден машинада бірдеңе ұмытып кетпедің ба деп сұрайды. Пинк түсінбедім десе, Хэнк ақшаға толы сумканы діңк еткізіп столға қояды. Амал жоқ, жас жігіт менік емес деп бере салады. Хэнк оған сенбей ана қыздан допрос жасалады. Есімі Венди. Кстати, артық ештеңе айтқан жоқ, только Пинктің сөздерін қайталады. Хэнк, мойындамасаңдар, онда тұз көзірімді шығарам. Яғни менде план бар аналарды мойындатуға дейді. Уолт психологта отыр. И атамыз кете берейінші десе, психолог, қазір ол невозможно дейді. Сол сәтте Уолт әңгіменің конфиденциальности туралы сұраса, дәрігер бәрі четко деп жауап берді. Ақырында Уолт бәрін баяндауды шешті. Типа семейный мәселелердің кесірінен өтірік магазинге голый болып кірдім деген секілді. Хэнктің көзірі Туконың братаны екен. Да перестаньте, хуета все это! Шалдан, Пинк кеше үйіңде болды ма деп сұрайды. Анада ответ жоқ. Тек Джессиге ашулы көзбен қарап отыр. Сосын прям ботын атшат. И Пинкті ақыры босатады. Шыққаннан соң паханына звондап, жұмысқа апарып тастауын сұраса, паханы отказ берді. Пинк телефонды Вендиге береді де, алғасын айтып та ойласады. Уолт демалып жатса, телефоны шырылдайды. Телефон-автомат? Телефон-автомат в какой-то жопе, слежки не было. Олар бір-біріне не болғанын айтады. И Уолт лапка жайлы сұрайды. Пинк бәрін тазаладық, ал фургонды Барсуктың братаны алып кетті деп жауап берді. Атамыз, ана Барсук дегеннің братаны фургонды жөндей алама дейді. Вы все равно хотите варить? Че, в натуре? А что изменилось, Джесси? Түнде оның есіне ақша мен пистек түсіп, ерінбей больницадан қашып, үйіне барып тығып келеді. Келесі күні таңертең Хэнк ұрлық болған видеоны қарап отыр. И напарнигі кіріп, отыра бересің ба, кетікш пивалатып алмаймыз ба дейді. Я угощаю. Ты угощаешь, ёбушки-воробушки? Сегодня что, день мексикозы? Ну да. Олар кабинеттен шықса, бұл сюрприз екен. Бәрі миссияны четко орындағаны үшін Хэнкті құттықтап, торт пен Туконың тісін сувенир қылып береді. Уолт киініп, больницадан шығуға дайындалуда. Сосын Хэнк келіп, «Чё там, нормально ма?» дейді. Уолт, врачтар енді қайталанбайды деп жатыр. Кстати, сендерді әуреге салғаным үшін кешір деп жауап берді. Не-не-не, ты об этом переживаешь? Забудь. Эй, исчезай почаще. Уолт үйіне келді. И кешкісін театр ойнап, шляпа очки киіп, прям голый Скайдың алдына келеді. Сосын екеуі төсекке жатып, әйелі Уолттан екінші телефоның бар ма деп сұрайды. Анау жоқ дейді де, екеуі ұйықтап қалады. 4-ші серия. Защитник костюм киген біреулер ойыншықты бассейннен алып, басқа да ағақтардың қасына қойды.
Түнде Пинк магазинде Уолтты кездестіріп, «Чотам қашан орыламыз жұмысқа» деп ақылдасады. Джесси сосын «Хэнк менің барлық ақшамды алып алды» деп жыланып, ақырында Уолттан ақшасының жартысын сұрайды. Уолт болса теманы ауыстырып, ақша туралы бәрі реттелгеннен соң сөйлесетінін айтады. Таңертең Уолт семьясына таңғы ас дайындайды. Бәрі тамақ ішіп болды, баласына досы келіп, екеуі сабағына кетті. Скай мен жеке қалған Уолт екінші телефон үшін ақталады. Типа ол будильник қой, дәрі ішетін уақытты ұмытпайын деп деген секілді. Скайға болса похуй, ештеңе деместен кетіп қалды. Джессидің ата-анасы оны үйінен қуып жібереді. Нарик еще үйде пісіреді ол затын деген секілді. Анау ақталып жатса, мамасы подвалдағы лапкаңды көрдік уже дейді. Так у вас есть свой ключ? Оған үйді босатуға 72 сағат уақыт береді. Уолт газет оқып отырғанда үйге Скай келеді. Мистер Уайт онымен сөйлескісі келіп еді, анау типа похуй сияқты жүр. Сериалдың бар жоғы екінші сезоны. Ал мына Скай деген уже. Джессидің мамасы үйді босат деп жатыр. Жігіт, «Мама, мен өзгерем, пожалуйста, қумаш үйден» деп жалынуда. Мамасы болса, кілтті таста да үйден сибалса дейді. Уолт кухняда бірдеңе дайындап жатыр. Есікті біреу қағады. Уолтер Джуниордың досы екен. Уолтер Джуниор деппін ғой. Енді оның жаңа есімі бар. Нам с Флином нужно ехать. Флинн? Да. Уолт чоза хуйня деп Скайға барады. Ал анау болса әлі де дым демей жиналып шығып кетеді. Осы сәтте Пинк хабарласып, «Мені үйден қуып жатыр, срочно ақша керек» дейді. Мистер Уайт, саған өткенде ғана $600 бердім ғой деп жауап берді. Спасибо, дядюшка Рокфеллер, но это было до моего кризиса с жильем. Джесси жағдайым барған сайын қиындап жатыр. Анау мынау деп жатыр еді, от қойшы деп өшіріп тастайды. Чувак, ты забыл кое-что, ага? Формочки для льда забыл, блядь, тебе пригодятся формочки для льда. Джесси солай түнеу үшін достарына хабарласып, Пол деген жігітке келді. Екеуі гитара ойнап, Пинк давай қайтадан группа ашайықта деп әңгіме бастап жатқанда, Полдың әйелі келеді. Әйелі Полмен сөйлесіп, кейін Джессиге «Үйде түней алмайтын болдың» дейді. Джесси сосын басқа да достарына хабарласса, ешкімде оны қабылдағысы жоқ. Еще біреулер оның байкын ұрлап кетеді. Да вы издеваетесь, что ли, блядь? Пинк күнімен ішіп, фургоны тұрған парковкаға келді. Забордан секіріп, биотуалетке құлайды. Туалеттің ішінен бір көк зат ағып, Пинктің үсті сол затқа болғанады. Әрең сүйретіліп жүріп фургонға кіреді де, противогаз тағып ұйықтап қалады. Таңертең Скай тағы да үйден шығып кетеді. Уолт Флинге «Тойка мен саған қыз көрсен» деп өзімен алып алады. Мистер Уайт оған машина айдап үйреткісі келген екен. Бір кезде ұлының екі аяғы екі педальда тұрғанын көреді. Уолтер бұл дұрыс емес десе, Флин маған бір аяқпен ыңғайсыз деп екеуі ұрысады. Соңында чөт парковкадан шығып кете жазады. Таңертең Барсуктың бір атаны аулаға біреу кіргенін түсінді. Мылтығын оқтап фургонға кіріп қалса, Джесси жатыр. Руки вверх, мудень! Йоу, спокойно. Это я, ясно? Джесси. Братаны, фургонды жөндеп қойдым, давай ақшаны дейді. Но Джессиде ақша жоқ. Ол, братан, каменде $1500 жоқ. Бұлай келсек, келесі апта $1750 әкеп берейін десе, анау келіспейді. Пинк $2000 онда дегеннің өзінде ананың көңілінен шықпай, жігітке кетші бар дейді. Солай фургонды сату бойынша сөйлесіп жатқанда, Джесси жынданып машинаны періп кетеді. Уолтер Скайға асықпай отырып сөйлесуді ұсынады. Сосын айқай-шу, ұрыс, ақыр соңында әйел бәрін түсіндіруді сұрайды. Уолтер тупой боп, қуасын ба нені түсіндіруім керек десе, Скай ойынды пошел нахуй деп жынданып кетіп қалады. Ты знаешь, что я сделал ради нашей семьи? Уолт артынан сыртқа шықса, фургонда байқап қалады. Көлікке кіріп, Джессиге не істеп жүрсің деп ұрсады. Анау бірінші кешірім ақшаның жартысын сұрайды. Хайзенберг, кетшуар, сенің дым пайдаң тиген жоқ қой, ақшаңнан айырылып қалған өзің дейді. Джесси бұған шыдамай екеуі қырылады. Сосын екеуі ішке кіреді. Уолт сұраған ақшасын береді. Чотам тамақ ішесің ба дейді. Скай бұл уақытта магазиннен темекі алып, машинасында бір түтіндетіп алады. 5-ші серия. Белгісіз бір мужиктар жағадан Хэнкке берілген туконың тісін тауып алады. Бізге сосын Уолтты көрсетеді. Венасына ине салады. Врачпен сөйлесіп, теңгесін төлеп үйіне қайтады. Үйде Скай біреумен телефонмен сөйлесіп жатыр. 3 суток в больнице на $13 000. Ол Гретхем мен Эллиоттан емге ақша сұрап қарашеш деп ұсынады. Ол ниче өзім бірдеңе қылармын дейді. Түнде ол туалетке барса, унитаз бітеліп қалыпты. Чоза деп тазалауға тырысып еді, темекінің пачкасы атып шығады. Хэнк болса жұмыста, бастығы шақырып, чотам не жаңалық десе, анау бір әдем аумақта мет азайды дейді. Бірақ адамдардың арасында Хайзенберг деген есім өрбіп жүр екен. Бастығы молодец деп Хэнкке повышение береді. Қуанып солай обедке бара жатса, лифтте резко басы айналып, тәнтіректеп кетеді. Бірақ тез есін жиды. Джесси Барсуктың братанына келіп, сауыш деп теңгесін әкеп береді. Слух, как я и говорил. Я свое слово держу.
Пинк фургонды осы жерге тастап кетейін, қанша сұрайсың десе, анау аузына келген бағаны құсып, Джесси амалсыздан келіседі. Сосын сол жерден өзіне басқа машина сатып алады. Дальше норм өмір сүру үшін квартира жалдамақ болады. Үй ұнап еді, хозяйны мына документтерді толтыруым керек, мынау үй, сосын өзіміз хабарласамыз дейді. Бірақ Джесси жағдайын түсіндіріп, той может келісікті деп ұсынады. Қыз жақсы деп, бірақ бағасын қымбаттатамын дейді. Хэнк гаражында пиво басып жатыр. Бір кезде әйелі Мари пайда болып, «Чотам повышение ала салып отпусқа шығып кеттің ба?» деп қартады. Хэнк бірдеңелерді беріп, жұмысын жалғастырады. Бір сәтте бутылка сынып, Хэнк жарақат алады. Кешкісін Уолт пен Джесси пісіруге аттанады. Бірақ бір проблема бар. Енді тауарды сатып алатын ешкім жоқ. Уолт Пинкке бірдеңесін амалда десе, жас жігіт сразу отказ береді. Бір рет көтім аман қалды, екінші рет рискке жаланы жоқ деген секілді. И сосын өзі Уолтқа, сен туко болсыш деп ұсыныс тастайды. Атамыз бұған қарсы. А кто вообще про вас что-то говорит? Бұған Хайзенберг, біз екеуміз партнермыз, сондықтан шешімді де бірге қабылдауымыз керек деп жауап береді. Джесси, процесті өзім бақылаймын, әйтпесе жасамаймын дейді. Солай командасына Тоши, Пит, Гомб и Барсукты шақырады. Эй, тут эхо. Ау! Ау! Оларға жаңа үйіне румтур жасап, енді іске кірсейік дейді. У меня куча товара. Задвинете. Быстро и четко. Товара будет еще больше. Енді сатумен Пинк емес, ана үшеуі айналысады. Уайттар отбасы Мари мен Хэнкке қонаққа келді. Хэнктің повышениесін құттықтап. Бір кезде Скай бұлтанып ішке кіріп кетеді. Артынан Мари. Скайлер әлі де Мариді дядяма үшін кешірмепті. Анау кешірім сұрайды. Жігіттер музыка мен товарларды таратып тастады. Вдруг бір қатын жүгіріп айқайлайды. Біздің балада қашып еді, бұл ловушка екен. Келесі күні Уолт пен Джесси поляда кездеседі. Ақшаны бергеннен соң, Уолт, мұнда $1000 жетпейді ғой дейді. Пинк жағдайды түсіндіреді. Типа біздің бір баланы ұрып, тауарды ұрлап кетті деген секілді. Уолт болса, значит сен чортсың, сенен ешкім қорықпайды дейді. Ну в самом деле, а? Что, блин, вы хотите, чтобы я сделал? А? Уолт үйіне келіп, әйеліне жақындаса, әдеттегідей соңында ұрсып қалады. Сосын атамыз темекінің пачкасын шығарып, «Мынау чё за хуйня?» дейді. Скайға бәрі похуй, даже менің емес деп өтірік ойнатпайды дағы. Просто менің де нервім бар ғой, мынау деп қайта Уолтқа атака жасады. Түнде Хэнкті оқтың дыбыстары оятып жіберді. Орнынан атып тұрып, пистик алып звукқа қарай барады. Гаражға кірсе, пивалар атылып жатыр екен ғой просто. Осы уақытта Уолт Пинкке келіп, Ты спрашивал, что я хочу, чтобы ты сделал. оған Пинктің пистигін беріп, Я хочу, чтобы ты с этим разобрался. таңертең Хэнк өзенге келіп, сувениріне бір қарады да, оны лақтырып жібереді. 6-шы серия. Пинк темекі шегіп, қоңызбен ойнап тұр. Оған напарнигі келіп, адрес береді. Господи, как можно было написать улицу с ошибкой? Я метом барыжу и котлеты баксов таскаю на кармане. Некогда мне грамматикой и прочей такой хуйней заниматься. Пинк аттарын сұраса, анау мужиктің есімі Конча, и әйелінікін білмейді екен. Пинк товардан бір ұрып, пистикті алады да, үйлеріне барады. Есікті қағып, «Кәне айтам» деп репетиция жасап алады. Где мой бабло, сучара? О, так нормально. Бір кезде почтальон келеді. Кеткеннен соң, Пинк терезені сындырып ішке кірсе, тек құттай бала бар екен. «Мама папаң қайда?» деген сұраққа бала жауап бермейді. Тек тамақ жегім келіп тұр дейді. Скайлер үйде, и оған Гретхэм звондайды. Қалғалай анау-мынау, сосын Скай, Эллиотқа рахмет Уолтқа көмектескені үшін дейді. Гретхэм түк түсінбей, қазір үйге барып дұрыстап сөйлесейікші деп ұсынады. Уолт мектепте, и оған Кармен келеді. Және не көмек керек сұрай беруін айтады. Уолт пен Флинн мектептен көлікке келсе, Уолтты приколдаған қағазды көреді. Пинк әлі аналардың үйінде. Оған тамақ дайындап беріп, онымен кішкене ойнауды шешті. Бір кезде баланың ата-анасы келеді. Джесси баланы комнатаға апарып, өзі пистикпен аналарға барады. И кухняда оларды ұстап алады. Заткнитесь! Заткнитесь! Оба! Уолт үйге келсе, есік алдында қымбат машина тұр. Номерінен Гретхэм екенін түсінеді. Үйге кіріп, Флинн анаған алғысын жаудырады. Типа папама көмектескендерің үшін рахмет деп. Әйел өтірік ойната салып, кетуім керек деп шығып кетеді. Уолт шығарып салуға бірге шығып, әйелді дұрыстап сөйлесуге шақырады. Джесси ана екеуінен ақша сұрап жатыр. Қалталарына қараса, түк те жоқ екен. Бәрін шегіп тастаған. Джессидің шатыры кете бастайды. Оба два. Вынимайте-ка всю из жоп прямо сейчас. Метті олардан тартып алады да, қалғанын сұрайды. И Конча барлық ақшаны қайтарып беретінін айтады. И солай аулаға шықса, банкомат тұр екен. Конча осыны сындырып ақшаны бөліп алайық дейді.
Мужик ананы сындыра алмай жүр. Джесси аналарға давай сындырыңдар деп бұйырып, өзі баланы қарап келеді. Бала ұйықтап жатыр екен. Сосын қайта келіп, мамасына айқайлайды. Типа сен қандай адамсың балаңа қарамай деген секілді. Дай мне вмазаться разок, и я буду какой скажешь матерью. Да, дети, если вмазаться по Дехе, то дело лучше пойдет. Джессидің нервісі шыдамай, кувалданы өзі алып ұра бастайды. Уолт Гретхенмен кафеде кездеседі. Әйел, күйім қалай төледі сенің еміңе, біз бәрін түсіндірдік қой деп еді. Уолт ашуланып, сен екеуі масындар біле, темкаларың атып кетіп еді, мен проекттен лақтыра салдыңдар дейді. Пошла нахуй. Джесси анау банкоматта сындырғанын күтіп отыр. И бір кезде бала келіп Джессимен ойнай бастайды. Артынан осы сәтте әйел Пинктің басынан бір береді. Уолт пивалатып отыр. И қасына Скайлер келіп, маған Гретхем соқты. Енді емге ақша жібере алмайтынын айтты. Уолтер болса, иә мен бағана Эллиотқа хабарласқам. Ол проект жүрмей ақша таусылғанын баяндады деп бере салады. Біраздан соң өзіне келген Джесси Кончаның банкоматты кезіп жатқанын көрді. И әйелі бір доза сұрайды. Заткнись нахрен, тупая шмара. Я тут думать пытаюсь. Әйел қоймап еді, Конча оны мазақтайды. Шмара, шмара, шмара. Шмаристая шмара, шмаристая шмара. Әйелі бұны көтере алмай, банкоматта итеріп жібереді. Пинк шошып орнынан атып тұрды. Сосын әйел мужиктан дозаны алып, кайфпен жатып қалды. Джесси отпечатканың бәрін сүртіп, банкомат кенет ашылады. И ол ақшаның бәрін алып, 911-ге хабарласады. Кетер алдын, ана құттай бала есіне түсіп, оны далаға алып шығады да, өзі қашып кетеді. 7-ші серия. 3 мексиканец Хайзенберг туралы өлең айтып тұр. Уолт оқушысына теманы түсіндіріп тұр. Ана просто бақылауды нашар жазыпты. Оқушы Уолттан наглы, летіға қалып қоймайын деп халявный бал сұрайды. Уолтқа болса похуй, сразу отказ береді. Сосын ол патологтан телефонын алып, Джессиге звондайды. Ответ жоқ. Сабақтан соң Джессидің үйіне келсе, көрші есіктен үй иесі шығып тұр. Есімі Джейн, кстати. Уолт өзін Джессидің батясымын деп таныстырып, есікті ашып беруін сұрады. Бірақ Джейн жоқ дейді. Бір кезде Джесси есікті ашып, Уолтты ішке кіргізеді. Чертов упоротый идиот. Вот чем ты занимаешься, когда я пытаюсь до тебя дозвониться. Джесси оған алдыңғы сериядағы оқиғаны баяндап, ақшаны лақтырады. Потом Уолт одан, «Чё там, жалғастырамыз ба?» деп сұрайды. Пинк жауап бермеді. Хэнкті Мексикаға жібереді. Мына жақта бәрі өзінше ма бірдеңе. Братан прикол айтып көріп еді, бәрі душнит етеді. Осы сәтте бастық келіп, екеуі әңгімелесіп, и бүгін бір картельге рейдке шығамыз дейді. Бро, зацени, это со спутника сфотали, как ты пернул. Хайзенберг Джессидің достарына товарды беріп, ақша алуға келеді. И немене бәрі Джесси туралы не айтып жүр деп сұрайды. Сөйтсек, енді райондағы каждый адам Пинк бір адамның басын банкоматпен езген деп ойлап жүр екен. Скайлер бұрынғы жұмысына оралғысы келеді. И заявленесінде жазып, бастық мистер Беннекемен сөйлеседі. Екеуі енді бұрыннан таныс. И мужик анаған бұрынғы орнына қайта оралуын сұрайды. Уолт қаланың картасын көрсетіп, енді біз территориямызды үлкейтуіміз керек дейді. Пинк қош деп жатқанда, Уолт оған, Джесси, сен енді рибайошсың деп қызықтырады. Типа рибайош үлкейеді, и біз де үлкейеміз деген секілді. Я рыбаёж! Ты рыбаёж, вот так. Да! А теперь по рыбаёжам. Бұл уақытта Хэнк коллегаларымен бірге бір мексиканецтің үйінде отыр. Ол картельдің кездесу орнын айтуы керек еді. Бірақ анада ондай ой жоқ сияқты. Тупо үйіне мебель таңдап отыр. Эй, может, хватит тут надрачивать? Солай ақыры мужик өзін таныстырады. Есімі Тартуго екен. Переводтасақ тасбақа деген мағына. Мари Скай мен Хэнктің жұмысы жайлы сөйлесуде. И Скай жұмысқа тұрғанын айтады. Сол сәтте үйге Уолт келіп, жүгіріп уборныйға барады да жөтеледі. Таңертең Флинн Уолтқа мамасының жұмысқа тұрғанын айтады. Мистер Беннекедің офисына. Уолт оған, сен қуасың ба, аяғың ауырғы үйде жатшы шодан да десе, Скай оны тыңдамай үйден шығып кетеді. Пинк үйінен шықса, есік алдында Джейн сурет салып отыр екен. Блин, очень круто. Крутая была бы татуха. Қыз тату салонда жұмыс жасайды. И осы кезде жандарынан байкта отырған бір мужик өтіп, Джессиге красавчик базар жоқ деп кетеді. Пинкман, да? Ага. А я думала, Джексон. Хэнк напарниктермен тығылып бақылап отыр. И аналары өз тілдерінде Хэнкті приколдайды. Хэнк бір кезде қимылды байқайды. Сөйтсек бұл Тартугоның басы. Поляда қимылдап жүр. Жігіттер жақындап қараса, тасбақаға Тартугоның басын кесіп байлап қойыпты. Хэнк сразу бір түрлі болып, машинаға айғақ салатын пакет алуға кетеді. Аналар оған күлуде. И біреу солай басты көтеріп қалып еді, тасбақа жарылады. Хэнк аман. И оқиға орнында болса, жан жақта шашылған адамның дене мүшелері. Джесси жігіттерге барып, дилерлерді көбейту туралы ақылдасады.
Пацанчики готовы. Мы немерено филок нарубим, ёба. Скайлер заттарын қойып жатқанда, Тед Пеннике келеді. Олар сөйлесіп, соңында бірге тамақтануға келіседі. Джесси осы уақытта жаңа телегін реттеп жатып, Джейннің шыққан даусын естиді. Ол да дворға шығып, оған немен айналысатынын баяндады. Қыз да оны спокойно қабылдайды. Джесси оған бірге телевизор көруге шақырады. Просто көк экранды көріп отырып, Джейн біздің жігіттің қолынан ұстайды. 8-ші серия. Барсуктың қасына бір жігіт отырып, товар сатасың ба дейді. Барсук оған, пошел сен менсің ғой деп жауап береді. Анау жоқ деп ақталып, өліп бара жатырмын 5 тауарды деп қоймауда. Барсук та айтқанынан қайтпайды. Анау енді кетейін деп жатқанда, Барсук оны тоқтатып, футболкаңды көтерші дейді де микрофон тексереді. Микрофон жоқ екен, алайда ол оған әлі де сенбейді. Жігіт, давай менен копсың ба деп сұраш, ереже бойынша коптар всегда өзін коппын деп айтады дейді. Барсук оған алданып, товарды ақыры береді. Жігіт резко пистигін шығарып, оны ұстап алды. Полиция Альбукерке, вы арестованы, лечь на землю! Телектен Соулдың рекламасы көрсетіліп жатыр. Джейн мен Джесси төсекте. Жігіт, той бір шегіп алайық деп ұсынады. Джейн сразу отказ беріп, бір жаққа жинала бастайды. Кетер алдын 18 ай нашасыз деген фишканы көрсетеді. Ол Скайды жұмысына шығарып салып, телефон шарылдайды. Мари екен. Скайлер, ты дома? Я не знаю, что делать. Привет, Мари. Это я. Что случилось? Уолтер Хэнкке қарай жетіп келді. Комнатаға барар жолда Мари оған ситуацияны қысқаша баяндайды. Уолт солай комнатаға кіріп, оның жағдайын сұрайды. Хайзенберг Хэнктен күмәндана бастады. Типа содан басқасының бәрі жарақат алып, анау таптаза. Осы үшін оны үйіне қайтарып жіберіпті. Уолт все норм болады деп, артынан Джессиге ақша бөлісуге барады. Санап, 8 кусок әлі жетпейтінін айтады. Джесси, Барсук әлі өзінің долясын сатып үлгермеді. Или ол ешекпас шегіп тастаған сияқты қалған дейді. Уолтер звондаш десе, Барсук телефон алмайды. Джесси комбаға хабарласады. Они боялись мне сказать. Барсука загребли. Он в тюряге. Хэнк өз офисына оралды. Дорогая, я дома! УБН Барсук жайлы жағдайды айтады. Хэнк онымен сөйлескісі келді. Ты мне в глаза сказал, что ты не коп. Я чувствую себя обманутым. Коп одан поставщиктің кім екенін білгісі келіп еді, Барсуктың адвокаты кіріп келіп, оны қуып жібереді. Экранға менің сүйікті персонажым шықты. Бұл легенда Сол Гудман. Ол істі қарап, все дым уайымдама дейді. Бірақ уайымдауды доғармас бұрын оплата сұрап алады. Оған звонок жасауға мүмкіндік берді, чтобы таныстардан чек жазып беру үшін. Сосын Сол коридорда Хэнк Коппен сөйлесіп тұрғанын көріп, не туралы екенін білу үшін қастарына барады. Хэнк оған прикол ұстауға тырысып еді, Сол четко ответ беріп тастайды. Уолт пен Джесси адвокат Соулдың офисына келді. Монетка лақтырып, кім кіріп сөйлеседі деп шешеді. Уолт жеңіліп, ішке кіреді. Вы только посмотрите. Позвонить в ФБР и сказать, что я нашел Диби Купера? Ақшаны береді. Сол оған, все Барсук смело шығады, но кішігірім проблема шығып тұр. УБН Хайзенберг деген біреуді іздеп жүр. Барсук соның қайда екенін айтса, сразу бостандыққа шығады дейді. Бірақ Уолт, конечно, бұған келіспейді. Және одан басқа вариант табуын сұрайды. Сол басқа вариант жоқ дейді. Либо Хайзенбергті сатады, либо түрме. Сол кезде Уолт $10,000 ұсынып жөтеле бастайды. Бірақ Сол Гудман пара алмаймын мен, ұсына берсең мен шақырам дейді. Бас салбырап Уолт Пинкке бәрін айтып береді. Сосын Хайзенбергтің басына әдемі идея келді. Олар офистің жабылғанын күтіп, Соулды ұрлап кетеді. Қаланың сыртына апырып, тізеге отырғызады да, саған олар ақша ұсынғанда алу керек едің дейді. Джесси, УБН дегендеріңді білмеймін, Барсукты сен қорғап шығасың деп талап етеді. Сол оған, УБНді мен тоқтата алмаймын деп жауап берді. Осы уақытта Уолт жөтеліп қалып, Сол оларды танып қойды. Маскасын шешіп, нормальный сөйлесуді сұрайды. Сол, сделка официально болу үшін, қалтасына $1 салуын айтады. Так, теперь ваши интересы официально представляет Сол Гудман и партнеры. Хэнк Барсук пен адвокаттың жанында сөйлесуде. Сол Барсук бәрін айтады дейді. Хэнк солай Барсуктан Хайзенбергті сипаттауын сұрайды. Анау Хайзенберг орта бойлы, орта салмақтағы тақырбас шал деп айтады. Сол Уолт пен Джессиге Хайзенбергтің орнына отыратын бір мужик бар, но сендер оған ақша берулерің керек дейді. Сумма да аз емес, $80,000 и жарты килограмм мед. Амал жоқ, біздің жігіттер келісті. Келесі күні Барсук скамейкада Хайзенбергті күтіп отыр, алыстан менттер аңдуда. Уолт пен Джесси тоже қаруға келіпті. Осы кезде Барсуктың қасына левый шал келіп отырады.
Барсук бұны арнайы келіскен Хайзенберг деп ойлап сөйлескісі келеді. И солай жанындағы скамейкаға жаңағы подставной Хайзенберг отырады. Біздің жігіттер осы уақытта план ойлап табады. Ол коптарды айналып өтіп, Джессиді анаған айт деп жұмсап жіберді. Вылезай, я что-нибудь придумаю. Иди давай. Атамыз сосын прям коптардың алдына тоқтап, Витті жауып тастайды. Типа случайно Хэнкті көріп қалғандай онымен сөйлесе кетеді. Хэнк оны қууға тырысқанымен, Уолтер поху әңгімесін жалғастыруда. Пинк болса Барсуктың жанынан өтіп, Другой чувак на другой скамейке. Уолт ақыры әңгімені аяқтап, Барсук көрші скамейкаға отырып үлгеріпті. Солай обмен и ана мужикті коптар ұстап алады. Уолт Джессиді алып, екеуі тарап кетеді. Пинк үйіне оралса, Джейн келіп тұр. Тебя не было дома, так что я впустила доставку. Надеюсь, это ничего? Значит, кровать купил. Распаковка жасап үлгерместен, екеуі сүйісіп диванға құлайды. Уолт мектепте жұмыста отыр, и оған Сол келеді. О боже, так вы действительно учитель химии? Ол Хайзенбергтің ақшаны қайда жасырғанын сұрап, одан доля сұрайды. Так что, если хотите заработать больше денег, лучше позвоните Солу. 9-шы серия. Отбасы больницада очередте отыр. Уолттың кезегі келіп, МРТ-ға кіреді. Сосын врачтан сұрайды. Как у нас дела? Лаборант тым ответ берген жоқ. Бірақ ол көкірек жағынан үлкен ақ тақты көріп қалды. Кейінірек Уолт Сол мен ақшаны қалай атмыт етуге болатынын талқылайды. Сколько вам врачи обещает? Недели. Тек Уолттың өлуіне аз уақыт қалыпты, ал ақша дым жоқ. Химик солай жосқы жұмыс жасағысы келеді. Сол күні кеште Скаймен жатып, демалыста демалғысы келетінін айтады. Типа мамасын соңғы рет көріп деген сияқты. Мамасы рак екенін даже білмейді екен. Таңертең Джейн Пинкке музейге баруға ұсынады. И жігітке звонок келеді. Ол басқа комнаттаға жүгіріп, Уолтпен сөйлеседі. Атамыз сразу бізге пісіру керек деп, не керегін тізе бастайды. Джесси, менде негізі пландарым бар еді деп жатқанда, Уолт, біз ұрлап кеткен метиламин скоро сұрық өтіп кетеді дейді. Келесі күні Скай Уолтты аэропортқа шығарып салып кетіп қалады. Сосын Джесси фургонмен келіп, атамызды алып кетеді де, екеуі пісіруге аттанады. Олар киініп, Джесси кілтті тупа столға лақтыра салады. И Уолт оны алып қоюын сұрайды. Кәбіз мұнда столда пісіреміз, жыбы жоғалып кетеді деп. Пинк норм жері таба алмай, кілтті машинаға тыға салады. Солай жұмыс басталды. Екеуі 19 километр пісіріп тастайды. Пинк мынау енді ақшамен қанша болады деп сұраса, Уолт в шоке тұрып, $672 000 каждыйымызға дейді. Генераторда осы сәтте өшті. И Джесси все жетеді десе, Уолт әлі де тоймай, метиламиннің бәрін тауысып тастауды ұсынды. Пинк болса, шаршадым, хотя бір түн мотельде демалы болып жалғастырайықшы дейді. Отдельные номера. Ну да, ясен пень. Олар енді кеткеле жатса, фургон оталмайды, аккумулятор отырып қалған. Солай аккумуляторды генератор арқылы зарядтауды шешеді. Машинадан бензин алып типа. Блядский шмель! Уолт огнетушительге кетеді, ал Пинк оларда қалған соңғы судың бәрін тупа генераторға төгіп тастайды. Молодчина. Джесси в своем репертуаре. Джесси связь ұстауға тырысып жатқанда телефоны отырып қалады, и Уолттікін сұрайды. Пинк тошыға соғып, алып кетуді сұрағалы тұр. Кешке Уолт пен Джесси фургонда одеял жамылып отыр, и Джесси Уолттан тағы бір рет соғып алайыншы дейді. Сөйтсек анау қуып вообще басқа жаққа кетіп қалған екен. Стоп, какая река? Да, ёл, чё за река-то нах? Какая еще нахрен река, блядь? Тут нет реки. Бұны оған айтып үлгерген жоқ, телефон заряды таусылды. Таңертең Джесси оянса, далада Уолт генераторды қолмен оталдыруға тырысып отыр екен. Пинк оған көмектеседі. Бір кезде Уолт стульчикте өліп қалғандай жатыр. Пинк оны түртіп көреді. Анада ответ жоқ. И ақыры оянады. Пинк оған заряд жетеді-ау десе, Уолт тағы да айналдыр, на всякий дейді. Және қатты жөтеледі. Сол сәтте Пинк метиламиннің бұзылмайтынын, Уолт басқа себеппен асығып жатқанын түсінеді. Аккумулятор заряды жеткілікті. И олар оталдырып көріп еді, көлік оталды, бірақ сразу өшіп қалды. Сосын Джесси сыртқа шықса, Уолт жөтеліп құсып отыр екен. Қасына барса, аузы қан-қан. Уолт солай берілмекші болады. Джесси жоқ деп оған мотивация береді. Сосын жігіт, все, жаяу барам десе, Уолт ақылы тасып баратыр ғой, жаяу кетсең 1 сағат көлемінде өлесің дейді. Джесси, онда көтін көтеріп бірдеңе тапшы ақылды болсаң деп айтады. И серьез Уолт бірдеңе ойлап тапты. Типа қолдан аккумулятор жасау. Пинк керек заттарды әкеліп, екеуі жұмысты бастайды. Солай оны машинаға жалғаса, фургон оталып кетті. Джесси Уолтты аэропортқа әкеліп, если сен өлген жағдайда, отбасың жарты ақшаны алатынына өзім жауаптымын дейді. Уолт туысқандары мен врачта отыр. И жақсы жаңалық.
Уолтерде ремиссия, оның ісігі 80%-ға кішірейген. Онда неге жөтеле беремін десе, врач, ой, дәмсін зат, оны смело емдеуге болатынын айтты. 10-шы серия. Какой-то защитный костюм киген адамдар Уолттың үйінен айғақтар жинауда. И бізге оның машинасының стеклосы сынғанын көрсетеді. Жанында пакетке оралған 2 мәйіт жатыр. Таңертең Уолт отбасымен тамақтанып отыр. Скай оған жексенбі күні праздник ұйымдастыруды жоспарлап тұрғанын баяндайды. И Уолтты үйде отырғызып, өзі жұмысқа кетеді. Сосын мистер Уайт Джессиге хабарласып, оны кафеге кездесуге шақырады. Уолт напарнигіне рак 80%-ға кішірегенін айтты. Мистер Уайт, вы раку пиздюлей наваляли, ёпта. Нет. Пинк оған долясын беріп, дальше не істейтінін сұрайды. Уолтер осы партияны сатып болып, өндірісті тоқтататынын мәлімдеді. Уолттың үйінде вечеринка. Скай бәріне рахметін айтады, және ең басты алғысты бүгін келе алмаған Гретхем мен Эллиотқа. Уолтқа да сөз жетіп, ол да бәріне рахметін айтады. Келесі кадрда Уолт, Флинн және Хэнк столда отыр. Хэнк оларға жұмысындағы қызықтарды баяндауда. Әңгіме барысында Уолтқа ішімдік құйып жіберші дейді. Уолт оған өзіне және баласына қарап, оған да ішімдік құяды. Главное, чтоб мамка не спалила. Олар ұрып алды. Хэнктің аузы тынбауда. Ал Уолт тағы да бәріне құйып, баласына көтерді байқайлайды. Хэнк біртүрлі болып қалды. Мы празднуем. Пей. Тағы бір стакан тартқаннан соң, ол тағы да бәріне құяды. И Хэнк бутылканы тартып алып, оны тоқтатқысы келсе, Уолтер, менің үйім, менің балам, өзім білем дейді. Флинн, о, бля, пахан красавчик деп тағы біреуін тартып жібереді, артынша бассейнге құсып бәле болғаны бар емес пе? Джесси Джейнге завтрак әзірлеуде, и кухняға солай Джейннің өзі де келді. Ты не должна была просыпаться. Хочешь, я вернусь в кровать? Сосын Джейн Пинктен, «Чё там, не план?» деп сұрайды. Я весь твой. Уолт Скайға звондайды, анау трубканы алмайды. И оған голосовой қалдырып, типа кешегі үшін кешірім сұраймын анау-мынау. Сосын посуда жууға кіріседі. Краннан жаман су ағып жатыр екен. Бойлерге қараса, қанша жылғы қызметтен уже малы шығып кеткен. Скай Уолттың голосовойын тыңдайды. Сол сәтте Тед келіп, әйелге чөт подкат жасап көреді. Уолт жаңа бойлер алу үшін магазинге келді. Вот это вы молодец. Джесси мен Джейн үйде отыр. Пинк оған ескі суреттерін көрсетеді. Сол сәтте есікті біреу қағады. Джейн бұл әкесі екенін түсініп, киінеді де есікті ашуға кетеді. Әкесі оған обед ішіп алайық деп ұсынады. Сол сәтте Джесси де шығады. Джейн болса как-то оны танымайтындай түр жасап, әкесі екеуі үйге кіріп кетеді. Үйде Уолтер жаңа бойлер орнатып жатыр. Үйге Флинн келді. Әкесі одан кухнядағы суды тексеріп қараш деп сұрайды. Сосын кешегі үшін кешірім. Но ведь я не отставал, да? От вас с дядей Хэнком. Я выпил 3. Уолтер инструменттерін жинауға барса, Полдың да малы шығып кеткенін байқады. Джесс үйінде отыр, оған Джейн келді. Сосын жігіт таңертеңгі оқиға Джозефине деп сұрайды. Джейн просто сені әкемнен қорғадым деп жауап берді. В общем, екеуі ұрысып, Джесси екеуін отношенияда деп ойлаған екен. Ал Джейн ондайды вообще ойын алмаған. Уолт ағаш сатып алып, ремонтты бастайды. Сосын Флинн келіп, кішкене мешат етеді де кетіп қалды. Жұмыста Скайға Тед келіп, жұмыс аяқталғанын айтып қайтарып жібереді. Олар жұмыс туралы сөйлесіп, бір кезде Скай жылап жібереді, және Уолттан қорқатынын айтады. Келесі күні Скай Флиннмен бірге таңғы ас ішіп отыр, ал Уолтер Полды ремонттауда. Чут дәм татуға келсе, Скай демалмай жұмыс жасап жатқанына жаман көзбен қарап отыр. Скайлер, там гниль. Мне пора. Пинк үйде, оған есік астынан қағаз келді. Джейн екен, кешірім сұрапты. Уолт магазинде заттар алып жүрсе, қасындағы мужиктің корзинасынан дәл пісіруге арналған заттарды байқап қалады. Уолт оған басқа спичка и барлық затты бір магазиннен алма деп кеңес берді. Сосын мужик қашып кетеді. Уолт кассада тұрып ойланады. Солай корзинаны тастап, далаға шығады да жаңаға мужикқа барып былай дейді. Не лезьте на мою территорию. Аналар оған келіскендей фургонына отырып басады. 11-ші серия. Құттай бала велик айдап жүр. Комбо басқа территорияда товар сатып жүр. Солай бір машина тоқтайды. Ішінде подозрительный мужиктар. Ол екеуіне товарды тақпаштап көріп еді, аналар пистікті көріп кетіп қалады. Комбо бірдеңені көте сезіп, тойшыға звондап келуін сұрады. Осы сәтте ана құттай бала пистик шығарып, Комбоны атып тастайды. Уолт пен Скай врачта отыр, и врач ісікті толық алып тастауға болатынын айтты. Ол үшін $200,000 керек екен. Уолт болса келіседі.
Сосын оған Скайдың босанған сәтінде болу үшін уақыт береді. Сол күні сабақтан соң ол Джессиге хабарласса, ол Комбоның өлгенін айтады. Комбо мёд. Застрелили. Это который из них? Вы че, правда это сейчас сказали? Джесси, послушай. Ясно все с вами. Тоши да бизнестен шықпақшы. Типа ақшасы андай рискке не стоит. Я помогу семье Комбо. Ты, главное, от мобила избавься, хорошо? Мы все решим. Сосын ол Джессидің өтірік беріп жүргенін айтады. Пинк мужикті банкоматпен езіп тастады деген әңгіме жүріп тұрған кезде бәрі чөткі болған. Қазір көше Кончаны әйелі өлтіргенін біліп қойыпты. Сол үшін товар сату өте қауіпті. Извини, Джесси. Я сваливаю. Уолт пен Джесси артынша Соулға барып жағдайды баяндап береді. Сол олардан қанша товар бар екенін сұрайды. 17 с мелочью. Килограмм. Жігіттер одан көмек сұрайды. Соул 20 жылдан бері ұсталмай келе жатқан әлеуеті үлкен мужикті танитынын айтады. Кешкісін Джесси мен Джейн телек қарап отыр. Ол қыздан кетуін сұрайды. И өзі туралы көп нәрсені білмейтінін жеткізеді. Ты многого обо мне не знаешь, и... Типа, что ты барыга? Пинк шеккісі келетінін айтып, Джейн енді ондаймен айналыспайтындықтан оны шығарып жібергісі келеді. Қыз енді кеткеле жатып, ойланып қалды. Келесі күні Уолт жаңағы мужикпен Лос Полос Эрманос деген кафеге келді. И артынан Джесси кешігіп келеді. 3 минуттай ма отырды, сосын құрсыныш бәрдеп кетіп қалады. Скай Узиде, Уолт та келді. Врач оған сәбидің суретін көрсетеді. Уолт пен Скай Кесареваның уақытын белгілеп, әйел больницадан сразу жұмысына кетті. Қазір Тедтің туған күніне орай туса болады екен. Джесси үйіне келіп Джейнді оятады, және өзі қалаған музейге баруға шақырады. Джейн келсіп орнынан тұрады. Мына жақта бәрі Тедті құттықтауда. Анау сосын Скайдан кезінде орындаған едің ғой маған деп тағы да ән айтып беруін сұрады. Құлақтарын жауып алыңдар, қазір қанағат айтпесе. Ол Соулға хабарласып, анау айтқан адамың кездесуге неге келмеді деп сұрайды. Сол болса, ол сол жерде болды. Просто сен оған ұнамағансың, сондықтан сделка болмайды. Мен басқа вариант қарастырып көремін дейді. Сосын Уолт сол кафеге барып, жабылғанша тақанса отырады. Жалғыз өзі қалған сәтте, жаңаға айтқан мужик кафенің админи екенін түсінеді. Уолт одан 5 минут бола ма деп сұрайды. Анау басында қашқақтап, сен мені біреумен шатастырып тұрсың ау деп жатса, Уолт тақанса сөзінен қайтпайды. Ақырында ол неге сделка болмайтынын айтты. Басты мәселе Пинкман. Ол кездесуге кешігіп келді. Үйші шегіп оған. Нахуй мынандай баламен бірге жүрсің дейді. Потому что он делает то, что я говорю. Потому что я ему доверяю. Сосын Уолтер, менде ең лучший товар, үйші өте көп дейді. Анау қызығып, өзім хабарласам деп айтты. И әңгіменің соңында наркомандарға сенуге болмайтынын қосады. Келесі күні таңертең Скай жұмыста Тедке, ема компания не болып кеткен, $1 есепке алынбаған ғой, как будто мынау заңсыз емес па дейді. Тед Скайдан бұны ешкімге айтпауын өтінеді. Скай ойланып, ешкімге айтпаймын, и ештеңеге көмектеспейтінін баяндады. Джесси үйінде отыр. Сосын Джейн келіп, нема әкеген ғой. Короче, бұндайды ютубта көрсетуге болмайды. Екеуі қолдарына салып кайф ұстайды. Ол оқушылардан бақылау жұмысын алып жатыр. Сол сәтте потолоктан телефон шырылдайды. Чё за фигня деп жатқанда, ол трубаларды ремонттап жатыр походу деп оқушыларды тыныштандырады. Сабақтан соң тексерсе, оған сообщение келіпті. Уолт кафеге келсе, мужик жоқ. Шығар кезде бір пацан оны тоқтатып, товарды әкелетін точкасын, и ода бір ғана сағат барын баяндап кетті. Уолт Джесске хабарласса, анауың вообще кетіп қалған. Бұл уақытта Скайдың жұмыста толғаға басталды. Уолт Джессиге келіп, есік қақса ешкім ашпайды. Осы сәтте оған Скай хабарласады. Уолт звонокты өшіріп тастап, артқа есікті сындырады да Пинкті оятуға тырысады. Джесси оған товар кухняда екенін айтады. Уолт товарды тауып жинап жатқанда Скайдан SMS келіпті. Босанып жатқаны туралы. Уолт солай пакеттерді жинап кетіп қалады. 12-ші серия. Уолт товарды берді. Ақшаға толы сумканы жасырып, больницаға Скайға барады. Сәби дүниеге келіпті. Қыздың есімін Холли деп қояды. Уолт оны қолына алған кезде Тедті байқайды. Уолт осында түнеуді шешеді. Алайда ол үшін үйден заттарын алып келу керек. Үйге келіп, Уолт ақшаның бәрін жасырады. Таңертең Джейн звоноктан оянып кетті. Әкесі екен, жиналысқа шақырып жатыр. Ол ұйықтап қалдым деп сылтауратып бармайды. Сосын үйдегі хаосты көріп Джессиді оятады.
Пинк орнынан ұшып тұрып, кухнядағы товардың жоғалып кеткенін көреді. Джейн әкесімен обед ішіп отыр. Әкесі, анаумен кездесіп жүрсің ба деп Джессиді нұсқайды. Зачем мне путаться с жильцом? Уолт пен Скай сәбиді үйге әкелсе, телефон шырылдайды. Джесси екен. Ол Уолтқа үйді тонап, товардың бәрін ұрлап кеткенін айтты. Ну, блин, скажите что-нибудь. Наорите на меня или типа того. Уолт трубканы қоя салды. Кешкісін бәрі Холлидің дүниеге келгенін тойлауда. Хэнк подарка ретінде сигнализация сыйлайын дейді. Бірақ Скай бас тартады. Скоро мен жұмысқа шығам, бәрін өзім ұйымдастырам деп. Бірақ жұмысқа шығуға Уолт қарсы. Алғашқы бірнеше жыл үйде отыру керек дегендей. Уолт түнде Холлидің жылағанынан оянып кетті. Оны көтеріп гаражға апарады да өзі тапқан ақшаны көрсетеді. Вот так. Это папочка сделал. Келесі күні Джесси мектепке келеді. Уолт нафига мында келдің деп жатса, Джесси бәрін білетінін айтты. Мен күнімен өзімді қоярға жер таппай жүрсем, сен товарды періп кетіп, үші маған айтпай деген сияқты. Уолт қайта оған айқайлап тастайды. Сенің кесіріңнен чуть сделка отмена бола жазады дегендей. Сколько вы получили со сделки? По 600 тысяч каждому? По 480 тысяч. Пинк долясын сұрайды, бірақ Уолт бергісі жоқ. Если мен ақшаны берсем, бір аптаның ішінде бәрін шегіп тастайсың ғой деп. Если ты чист, я дам тебе все до последнего цента. Мари Уолтқа көмектесуде. Сосын комнатаға Скай келіп былай дейді. Твой сын. Это просто невероятно. Идите сами посмотрите. Флин әкесіне арнап сайт жасапты. Адамдар осы арқылы донат жіберіп, емге ақша табатындай. Бұл сайт шын өмірде бар негізі. Гуглға Save Walter White десеңдер шығады. Сосын Уолт Соулға келіп, менде ақша дофига, бірақ оны құрта алмаймын дейді. Сосын баласының сайты туралы айтады. Уолтер, я вижу ответ. Он смотрит прямо на меня. Вам по слогам сказать? Соул осы сайт арқылы ақшаны атмай етейік деп ұсынады. Бұл үшін бір хакерді жалдап, ақшаның бәрін салып, аз-аздап көрінетіндей қыламыз. Пинк Джейнге Уолт туралы жалып жасайды. Сосын иінені салады. Салмас бұрын Джейн, қанша соншама деп суммасын сұрап еді. 480 тысяч. Что? Малыш, на спине лежать нельзя, вдруг стошнит. Повернись на бок. Спи на боку. Джейн сразу оның көтіне кіре бастайды. Келесі күні таңертең Джейн тағы да жиналысқа бармайды. Тағы да сылтауратып, ертең барам деп үйден шыға бергенде, әкесі есік алдында екен. Джейн оны тоқтатуға тырысқанымен, әкесі танкі құсап ішке кіреді де шприцтарды көреді. Батясы ашуланып, Пинкті сыртқа лақтырып жібереді. Сосын Джейнге ұрсып, дәл қазір жиналысқа барасың дейді. Қыз қазір не вариант, ертең барайыншы десе, батясы полицияға хабарласпақшы. Бірақ Джейн әрең дегенде батясын көндіреді. Ты это все серьезно? Я не знаю. Но если бы у нас было много денег... Джейн диспансерді ертеңге қалдырған себебі Уолттан ақшаны алғысы келген. Пинкке, если бізде ақша көп болса, бірге қашып кетеміз дейді. Скай үйде Уолтты телефонға шақырады. Бір оқушың сенен бірдеңе сұрамақшы деп. Хайзенберг трубканы алса, артынан Джейн шантажбен ақшаны әкелуді айтады. Если әкелмесең, көтінді ашып берем деп қорқытады. Әңгімеден соң Джесси Джейнге ақшаны әкелмесе де ештеңе айтпауын өтінеді. Уолт ойланып, ақырында ақшаны алып үйлеріне барады. Есікті Джейн ашып, қолын соза беріп еді. Уолт, тартыш, ақшаны тек Пинкке берем дейді. Анауың подкаблук сүмірейіп. Молодец, настоящий мужик. Уолт, енді мен сендерге қалай сенен деп сұраса, Джесси, өзім жауап берем, ойымдама дейді. Ты совершаешь ошибку. Жұп солай Жаңа Зеландияға көшіп, жаңа өмір бастамақ ниетте. Бірақ оған дейін соңғы рет бір көріп жіберек дейді. Уолт артынша барға ішуге келді. Скай звондап көмек сұраса, ол өтірік сылтаурата салады. Қасындағы мужик сол кезде. Отлично разыграно. Бұл Джейннің паханы екен. Балалары туралы әңгімелесіп, Уолт қызың болған қалай деп сұрақ қойды. Просто нужно любить ее. Дети такие, какие есть. Сосын жиенім бар, ол да сондай, айтқанды тыңдамайды. Не істесем болады деп совет сұрайды. Джессиді меңзеп тұрған ой енді. Нельзя их бросать. Никогда. Уолт Джессидің үйіне келді. Есікті ешкім ашпағаннан соң, артқы есікпен ішке кіреді. Ана екеуі ұйықтап жатыр. Ол Пинкті оятса, ештеңе шықпайды. Және жанында шприцті көреді. Бір кезде Джейн дірілдеп, аузынан көбік шыға бастайды. Ол тупа сырттан бақылап, оған көмектеспейді. Қыз тұншығып өліп қалды. 13-ші серия. Уолттың үйі, сирена, ойыншықтар және костюм киген адамдар, екі мәйіт пен үйдің айналасында шашылған заттар. Джесси Джейнді оятуға тырысқанымен дым шықпады. Боже, 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 боже. Уолт үйде Холлиді қарап отыр. Джесси хабарласып, жағдайды баяндайды. Атамыз оны сабырға шақырып, ситуациядан шығар жолды айтады. Успокойся. Я знаю, кому позвонить. Үйге Сол Гудманнан бір мужик келді.
Үйге кіріп, мужик перчатка киеді де барлық нашаны алып кетеді. Сосын Джессиге коптар келгенде не айтатынын баяндайды. Сен қазір 911-ге хабарласып, подругаңды өлі тауып алғанын айтасың. Повторяю, я проснулся, нашел ее, больше ничего не знаю. Я проснулся, нашел ее, больше ничего не знаю. Мужик, ештеңеден қорықпа. По сути, сенің кінәң жоқ қой дейді. Если бөлімшеге алып кетіп жатса, солдың нөмірін білесің деп кетіп қалады. А еще жеңі ұзын нәрсе киіп алуын ескертеді. Типа шприцтің орындарын байқап қалмас үшін. Ол Скаймен тамақ ішіп отыр и Флинді шақырады. Анау наоборот оларды шақырып, сайтта қанша ақша жиналғанын көрсетеді. Джейннің батясы оған звондап, диспансерге баратын уақыт келгенін айтады. Үйге келе жатып, есік алдынан Скорийдің көлігін көреді. Және ішке кірсе, қызының мәйітін. Джесси мужиктің айтқанын айтып жатыр. Сосын қыздың батясы келіп, ол қыз туралы информация береді. Солай қызметкерлермен бірге шығып кетеді. Скай Флинн мен донаттарды бақылауда. Ол Джессиге хабарласып, если көмек керек болса, смело хабарлас, связдамын дейді. Хэнк жұмыста Уолттың еміне ақша жинауда. Сосын комбоның фотокарточкасын көрсетіп, мәйіттің жанында көк түсті мет жатқанын айтады. И сосын бұл өлгеннен соң метте жоғалып кеткенін баяндады. Бәр дұрыс қой енді Хайзенбергті ұстадық десе, Хэнк бұған сенбейді. Өйткені көк мет енді басқа штаттарда таралып жатыр. Скай Флиннмен әлі де донат үшін қуанып жатыр. Уолт Соулға звондап, Джессидің бір наркомандардың жанында жатқанын біледі. Уолт ана мужикпен бірге сонда барды. Мужик бұл жер опасны десе, Уолт онда өзім кірем дейді. Іште шегіп алған дафига адам жатыр. Бұлардың арасынан Уолт Джессиді тауып алды. Джесси, посмотри на меня, сынок. Проснись, проснись. Ол оны оятуға тырысып еді, ештеңе шықпай жатыр. Сосын оны көтеріп, Джесси сразу жылай кетті. Я убил ее, это все я убил ее, чувак. Бұл уақытта Джейннің паханы жерлеуге киім таңдауға үйіне келді. Уолт уже үйінде Холлидің киімін ауыстырып жатыр. Солай Мари хабарласып, Флинн туралы газетке жазбақшы екенін айтады. Хэнкке жұмысына бизнесмендер келді. Арасында Густаво бар, жаңағы Лос Полос Эрманостың иесі и наша картельдің. Ол осындай нашамен күрес агенттіктерін финансировать етеді екен. И отделге экскурсия жасауды сұрайды. Хэнк немен айналысатынын бәрін айтып, сыртқа шыққалы жатқанда, Густаво Уолттың фотосын көріп, бұл кім деп сұрайды. Это один из ваших агентов? О, да нет. Хэнк туысқаным, өкпесінде рак. Қазір емге ақша жинап жатырмыз деп жауап берді. Уолт Джессиді түзету орталығына әкеліп, бірнеше күннен кейін операцияға кірісетінін, если жоқ болып кетсем, сол бар, ақшаң да сода дейді. Сосын өткенді ұмыт та, енді энергияңды емделуге жұмса деп кеңес берді. Я заслуживаю того, что случилось. Уолт үйге келсе, телевидениеден адамдарды көреді. Ішке кірсе, оған диванға жайғасып, камераға түсуін сұрайды. Репортер қанша ақша жиналды дейді. 6360 долларов. Сосын Флинн батясын қатты жақсы көретінін, и ол химияны пипец біледі, одан айырылғысы келмейтінін айтады. Уолтқа наркоз салды. Хайзенберг семьясына дым уайымдамауын сұрайды. Скай сосын оның очкиін шешіп, телефонын қайда десе, Который? Уолтерге операция жасалды. Скай екеуі врачтың айтқанын тыңдап отыр. Операция сәтті өтті, и олар біраз уақыт ұтыпты. Джейннің батясы жұмысқа келді. Напарник көңіл айтып, батясы жұмысқа кіріседі. Ол, пилоттарды бақылаушы екен. Әуеде қайда қарай ұшатынын айтып отырады. Скай үйде киімдерін жинап, балалармен бірге уақытша Маридің үйінде тұрамыз дейді. И сосын Уолтқа сен де киіміңді жинады, үйден кет деп айқайлайды. Я хочу, чтобы тебя не было к утру понедельника. Я хочу, чтобы ты ушел. Атамыз не болғанын түсіне алар емес. Ол оған сосын больницада телефонмен жағдайды баяндайды. Скайлер Уолт басқа әйелге барып жүр деп ойлаған екен. И ол әйелді Гретхем деп. Скай оған хабарласып та үлгерген. И анау дым жоқ екенін айтты. Және осы уақытқа дейін емге бір тиын да жібермегенін. И все за исключением твоей операции. Почти оплачено. Откуда? Из ниоткуда? Сосын Скай Уолттың мамасына звондаса, ол келмегенін айтқан. Еще рак туралы да білмейді екен. Осыдан соң Скай көлікке отырады. Уолт оны қуып жетіп сұрайды. Если я расскажу правду, ты останешься? Бұған Скайлер шындықты білуден қорқамын дейді. Джейннің батясы жұмыста екі самолетті шатастырып, еще қаза ауыр тиді ма, бір-біріне соғыстырып жібереді. Уолт бұл кезде бассейн жанында отыр, и жарылысты естиді. Солай суға ойыншық құлап түседі. Соңы, не айтайын енді, бұл сезон прям керемет сезондардың бірі. Каждый персонаж өте әдемі қойылған. Ешқандай 2xпен көріп тастайтын сериялар жоқ. Әрине, Скаймен сәттерді есептемегенде.
Бір жағынан оны да түсінуге болады. В общем, келесі сезонда арнадан күтіңіздер. Сценарийді әлі бастамадым бірақ, но тез жазып тастауға уәде берем. Комментарийге өз ойларыңмен бөлісуге болады. Сосын бізді қолдау мақсатында видеоға лайк басып, басқа да сериалдарды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыздар. Ендеше басқа айтар ештеңем жоқ. Бәріңе сәттілік, бәріңе давайте.